Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай керемет жұмсақ болып шығатын, әрі өте дәмді, тез дайын болатын, көп уақыт қажет етпейтін балды тортты бірге жасайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша осы видеода көрсетілгендей жасап көріңіздер. Ол үшін бізге осындай ингредиенттер қажет болады. Мен жақсы балды пайдаландым. Енді ең алдымен балымызды ыдысымызға салып, газдың астын төмен отқа қоямыз және бір көпіріп шыққанға дейін қайнатып аламыз. Үстіне ас содамызды салып, газдың астын ең төмен отқа қойып, тоқтамай араластырып тұрамыз. Әйтпесе асты жабысып күйіп кетуі мүмкін. Түсі осындай қанық әдемі түске кіргеннен кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Сары майымызды ертіп, газдың астын өшіріп, суығанға дейін алып қоямыз. Енді жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап біркелкі масса болғанға дейін венчикпен немесе миксермен араластырып аламыз. Балды массамызды суытқанымыз жақсы. Әйтпесе ыстық күйінде араластыратын болсақ, көп ұнды қажет етеді және суығаннан кейін корждарымыз қатты болып қалады. Сол үшін суытып араластырсаңыздар, көп ұн қажет етпейді және жұмсақ болып шығады корждарымыз. Ұнды 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы керек. Ұнды бір мезгілде салмаған дұрыс, әйтпесе қамырымыз қою болып, қатты болып қалады. Разрыхлителімізді де салып, жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Мінекей осындай сұйықтықта масса пайда болды менде. Енді бұны мен 4 бөлікке бөліп пісіремін. Сіздер 3-ке бөлсеңіздер де болады. Бірдей ыдыстарға салып алдым. Противеніміздің астына пергамент қағазы жылжып кетпеу үшін мен сәл сулап алдым да, үстінен пергамент қағазымызды жайғастырдым. Көріп тұрғандарыңыздай оңай жайылады. Енді пісіріп аламыз корждарымызды. Корждарымыз жұмсақ үлпілдек болып пісіп шығады. Енді қалған корждарымызды да осылай пісіріп аламыз. Пергамент қағазының астына су шашып жайсаңыздар, сонда пергамент қағаздарыңыз противенімізге жабысып тұрады. Енді артық шет жақтарын кесіп, целлофан пакетке салып, майдалап аламыз. Бетіне себу үшін мен қайнатылған, яғни заварной крем пайдаландым. Бұл заварной кремді алдын ала дайындап қойған едім. Енді корждарымызға жаңағы кремімізді өзімізге ұнайтын мөлшерде саламыз. Біреулерге кремі аздау болған ұнайды. Кейбір адамдар көп крем болғанын қалайды. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Енді жаңағы майдалап алған крошкамызды бетіне, жандарына осылай сеуіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай түсі де өте әдемі болып, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер достар. Тез дайын болады, әрі өте жұмсақ дәмді болып шығады. Менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кескен кезде де көріп тұрсыздар, жұмсақ үлпілдек болып кесіліп жатыр. Ас болсын.